Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Инка Максовна. Бүгін біз осындай шоколадный, дымқыл, өте дәмді, оңай пісірілетін пирог жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Керек өнімдер видеоның астында толық жазылған. Бізге керек өнімдер 10 жұмыртқа, сүт, қант, өсімдік майы, ванилин, разрыхитель және какао. Ең алдымен жұмыртқаны саламыз. Одан кейін өсімдік майын және сүтті жақсылап араластырып аламыз. Қолдың миксермен де, венчикпен де қолдануға болады. Сұйықтыққа қантты қосамыз. Қант ерігенше миксерлейміз. Онға ваниль мен разрыхительді қосып, және какаоны қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығымызды араластырып алдық. Енді осыған біздің ұнтақтарды 2 немесе 3 бөліп миксерлейміз. Сұйықтықты миксермен жақсылап шайқап алдық. Енді осыны арнайы формаға құйып, қызып тұрған духовкаға 180 градуста 30-35 минутта пісіреміз. Міне біздің пирог дайын, ол осылай көтеріліп, әдемі болып піседі. Бетіне қойытылған сүт, шоколадты ганаш немесе қант ұнтағын сеуіп қойсаңыз болады. Бетіне жақпай қойсаңыз да болады. Пирогтың өзі іші дымқыл болып піседі, өте дәмді. Маған осы рецепт қатты ұнады, дәмді және тез. Шынымен айтқанда находка болды маған. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп қойыңыз, тағы да қызықты рецепттер болады. Сау болыңыз.